биыл айқын жарық көргелі 13 жыл болғанын бәріңіз жақсы білесіздер. Осы 13-қа толған аралықта газеттің 13 жылдық мерейін үстем етуге біраз шаралар жасалып жатыр. Біраз шараларға өздеріңіз куә болдыңыздар. Алла қаласа енді осы мына жиынға да бүгінгі мерекелік жиындарымыздың барлығы да жаман болып жатқан жоқ. Бүгін елбасының өкімімен Айхан Шәріп президент сыйлығының грантын иемденді. Айхан осы газет ашылған күннен бастап осы жұмыс жасап келе жатыр. Астанадағы халықаралық деңгейдегі елдің ішіндегі түрлі шаралардың барлығында да ағымыздық журналист ретінде араласып, күн демейді, түн демейді, бет керек десең бет керек, топтама керек десең топтама керек, соның барлығына атсалысып келе жатқан әріптесіміз. Сондай елбасының марапатына әбден лайық азаматтың бірі еді. Сол осындай марапатқа бүгін ие болды. Құтты болсын айтамыз. Одан басқа да біздің енді мына өзіміздің әртүрлі конкурстарда, әртүрлі байқауларда бәйгенің алдын сызып келіп жатқан, сызығынан өтіп жатқан, мәреге жетіп жатқан әріптестеріміз де баршылық. Жақында ғана жаңағы республикалық мемлекеттік тіл байқауында Ханшайым Бәйділетқызы үлкен жүлде алып келді. Бүгін де қалалық жаңа тіл байқауында Төлеғали Әшем мырза екеуі олжалы оралған сияқты. Сондай-ақ жақында мына Қадыр Мырзалы атындағы қордың өткен бір жиынында Ермахан Шәріпұлының да көздесіне сол Қадыр Мырзалы атындағы медаль тағылды. Тағы кімдер бар еді? Серікбол Қасым мырза біздің инвестиция жөніндегі министрліктің арнайы марапат алғыс хатын алып жатыр. Енді осының барлығы да жасалған жұмыстың бір өтеуі сияқты, қайтарым сияқты нәрсе. Өйткені жазу процесі, журналистің еңбегі ол күн дегенмен, түн дегенмен санаспайтын мидың үздіксіз жұмысыменен жалғасатын дүние болғандықтан, осындай жасалған еңбектің қайтарым болғаны бәріміз үшін қуанышты. Оның ішінде Айханның аты аталып мәртебе биікке жетіп жатқаны біз үшін үлкен қуаныш, үлкен мәртебе деп санаймыз. Сондықтан тағы да марапат иелерінің барлығын құтты болсын айтамыз.